Қайырлы күн оқушылар, бүгін мен сіздермен математика 4-ші сынып 108-ші сабақ пайыздар және пысықтау деген тақырыптар бойынша тапсырмаларды шығарып көрсететін боламын. Бірінші тақырып ауа мен топырақтың негізгі ластану көздерін ата. Мәліметтерді пайдаланып бағаналық диаграмма құр. Ауаның ластану көздері 15% зиянды қалдықтар, 13% тамақ қалдықтары, 40% пластик, 15% ауыр металл және 22% кен өндіруші өнеркәсіп, 32% көлік. Бұл жерде диаграмма құрамыз, диаграмманы былай құрамыз. Былайнан және былайнан. Ең кішкентай процент бұл бізде 15%, 15%, сосын 22%, 15% және 13%. Ең алдымен 13%-тен бастайық. Келесі 15%. Келесі бізде 22. %, сосын 32, сосын 40. Енді 13% бұл бізде тамақ қалдықтары. Так, байсамыз. Тамақ. Тамақ. Келесі 15% ауыр металл. Ауыр металл. Ауыр металл. Келесі 15% бұл зиянды қалдықтар. Келесі 32%, так, 22% кен өндіруші өнеркәсіп. Келесі 32% бұл көлік. Келесі бұл 40% пластик. Түзу ғып сәстір. Пластик. Осылай сызу керек. Келесі есепте санның пайызын табу керек қой. Есепте, мысалы 5500 километр номер 2 деп жазып қойын. 5500 километрдің 1%-ын есептеуіміз керек. 5500 1%, 5%, және 15%. Мұнда 1200 литр және 900 грамм. 1%-ды табу үшін 5500-ді 100-ге бөлеміз және 1-ге көбейтеміз. Сонда 55 шығады. 55-ге тең. 5%-ды табу үшін 5500-ді 100-ге бөлеміз, 5-ге көбейтеміз. 275 болады. 15% табу үшін 5500-ді 100-ге бөлемін, 15-ге көбейтемін. 825. Келесі 1200. 1200-ді 100-ге бөлемін және 1-ге көбейтемін. Сонда бізде 12 шығады. 1200-дің енді 5%-ын табамыз. 1200-ді бөлемін 100-ге, көбейтемін 5-ге.
Сонда бізде шығады 60 литр. Енді 1200-дің 15%-ін табамыз. 1200-ді 100-ге бөлемін, 15-ке көбейтемін. Сонда бізде шығады 180 литр. Енді 900 грамның 1%-ін табамыз, 100-ге бөліп 1-ге көбейтемін. Сонда бізде неше шығады? 9. Енді 900-дің 5%-ін табам. 100-ге бөліп 5-ге көбейтсем. 45 грамм. Енді 15%-ін табам. 900-ді 100-ге бөліп 15-ге көбейтем. 135 шығады. 135. Келесі номер 3. Тапсырманы орында. Экологиялық таза көкөністер өсіру экологиялық мәселелерді шешудің бір құралы. Әр қаптың массасы 1 центтің қандай бөлігін құрайды? Пайыз түрінде жаз дейді. Ең алдымен 1 центте қанша килограмм бар екен тауып аламыз. Ол үшін қараңыздар, номер 3. 1 центте 100 килограмм бар. Енді 48 килограмм дегеніміз, 48 килограмм дегеніміз бұл 48 пайызға тең. Яғни 100-дің 48-не тең. Демек 48 пайызға тең. Келесі 35 килограмм дегеніміз 100-дің 35-не тең. Демек 35 пайызға тең. 25 килограмм дегеніміз 100-дің 25-не тең. Демек 25 пайызға тең. 28 килограмм бұл 100-дің 28-не тең. 28 пайызға тең. 19 килограмм 100-дің 19-на тең. 19 пайызға тең. Келесі номер 4. Екі салтатты бір уақытта пунктінен бір бағытта жолға шықты. Біріншісі 24 км сағат, ал екіншісі 24 км сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін екеуінің ара қашықтығы қаншаға тең болды дейді. Бір-бірінің қуып жеті болғандықтан бұл жерде азайтылады. Номер 4. Бірінші жолаушының жылдамдығы 24 км сағат. Екіншісінің жылдамдығы 29 км сағат. Т бізде 2 сағат. Ара қашықтығы S. S тең V көбейту Т деген формуланы білеміз, Енді осы жерде шешуі ең алдымен 29-дан 24-ті азайтамыз. 5 км сағат болады. Бұл деген яғни қуып жету жылдамдығы. Енді 2 сағаттан кейінгі ара қашықтықты табу үшін мына формулаға саламыз. 2-ні 5-ке көбейтемін. 10 км. Сонда 2 сағаттан кейін арасы 10 км болады екен ара қашықтығы. Жауабы S тең 10 км. Келесі номер 5-ші есеп. Есепте және тексер дейді. Номер 5. 23 миллион 796. 23 миллион 796-дан азайтамын 6 миллион 45 мың 986. 6-тан 6-ны азайтам 0, 9-дан 8-ді азайтам 1, 7-тен 9-ды азайтам 8, 9-дан 5-ді азайтам 4, 9-дан 4-ді азайтам 5. Мына жерде 9-дың өзі қалады. Және мына жерде 2, 12-ден 6-ны азайтсам 6 қалады. Келесі
560 мың 560 миллион 89 мың 6. Азайтамын 976 мың 98. 16-тан 8 азайтам 8, 9-дан 9 азайтам 0, мұнда 9 түседі. 8-ден 6 азайтам 2, 8-ден 7 азайтам 1, 10-дан 9 азайтам 1, мұнда 9, мұнда 5, мұнда 5 қалады. Келесі 246 мың 482-ні бөлу керек 982-ге. Ең алдымен 2464-тің ішінде 982 бізде 2 рет. 2, 2, 4, 8, 2, 16, бір ойда 9, 2, 18, ойдағымен 19. Азайтамын 4-тен 4 азайтам 0, 6-тан 6 азайтам 0, және мына жерде 14-тен 9 азайтам 5 и 8-ді түсірем. 5008-дің ішінде 982 5 реттен келеді. 5, 2, 10 бір ойда, 8, 5, 40, ойдағымен 41, 4 ойда, 9, 5, 45, ойдағымен 49. Азайтамын 8, 9, 0 и 0. Так, 98 жетпейді, демек 2-ні түсірем. Бірден келеді. 982 азайтамын 0. Келесі 4.160 мың 511 бөлемін 691-ге. Так, 4160-тың ішінде 691-ге бөлсек 6-дан келеді. 6 бірім 6, 6 9 54, 2 ойда, 5 ойда, 6 6 36, жаңа 5-ті қосқан кезде 41 болады. Азайтқан кезде 4, 14 болады. 5-ті түсірем, ол да жетпейді. 1-ді түсірем, мұнда 0-ден берем. 1451-дің ішінде 691 2 реттен бар. 2 бірім 2, 9 2 18, бір ойда, 6 2 12, ойдағымен 13. Азайтамын 9, 4, 14-тен 8 азайтам 6. 69 жетпейді, демек 1-ді түсірем. 1-ден келеді, 691. Азайтсам 0 болады. 6021 болады. Келесі есеп 640 мың 584-ті бөлем 984-ке. 6405-тен ішіне 984 6 реттен келеді. Және қайта көбейтсек 5904 болады. Азайтқан кезде шығады. 501 шығады. 8-ді түсірем. Оның ішінде 5 реттен келеді 984. Енді қайта көбейтсем 4920 болады. Азайтқан кезде 98 болады. 4-ті түсірем, 1-ден келеді 984. Азайтсам 0 болады. Келесі 6590-ды көбейтемін 240-қа. 240-қа. Так, 9-4-ім 36 3 ойда, 5-4-ім 20 ойдағымен 23 ойда, 6-4-ім 24 ойдағымен 26. Келесі 2-9-ім 18 бір ойда, 5-2-ім ойдағымен 11 бір ойда, 6-2-ім 12 ойдағымен 13. Қосамын. 6, 11 бір ойда, 7, 8, 8, 5, 1. Және 2, 0 түседі. Келесі 694 мың 902-ні бөлемін 2301-ге. 2301-ге бөлген кезде ең алдымен 6949-ның ішінде 2301 3 реттен бар. 2301-ді 3-ке көйтсем 6903 болады. Азайтсам менде шығады 46. Және жоғарда 2 санды түсіремінде 0-ден беремін. Бұның ішінде 2 реттен келеді. Сонда 4602 азайтсам 0 болады. 1 556 451
бөлемін 6201. Бұның ішінде 2 реттен келеді. Ең алдымен 4-тен бастап алатын болсақ, сонда 12402 болады. Аз айтқан кезде бізде 3162 алады. Және төбедегі 5-ті түсірем. Ал бұның ішінде 6201 5 реттен бар. Қайта көбейтетін болсақ 31005 болады. Аз айтқан кезде 620 болады. И 1-ті түсірем. Сонда 1-тен берем. 6201. 0 қалдық. Келесі 5-ші есеп. 5-ші есеп шығардық. 6-ші есеп. Мамыр айында картоптың 1 килограммы 200 теңге болды. Маусым айында оның бағасы 30%-ға төмендеді. Мамыр мен маусым айларында баға бойынша 3 килограмм картоптың құнында қандай айырмашылық бар? Мамыр айында картоптың бағасы 200 килограмм болған және ол 30%-ға төмендеді. Маусым айында оның бағасы төмендеген. Мамыр мен маусым айларында баға бойынша 3 килограмм картоптың құны қандай айырмашылығы бар? Ең алдымен мамыр айында 200 теңге болды. Енді оның 3 килограммы қанша болады? 3-ке көбейтсем 600 болады. Енді 30%-ға төмендеді дейді. 30%-ға төмендеді. 600-дің 30%-ын табу үшін 100-ге бөлемін и 30-ға көбейтемін. Сонда 180 болады. 180 теңге. Сонда айырмашылығы бұл жерде 180 теңге болады. Айырмашылығы 180 теңгеге тең. Немесе былай шығарсақ та болады. Қараңдар, 200 теңгенің 3 килограммы 600 теңге екені белгілі, 600 теңге. Енді 200-дің бастапқы сума 200-дің маусым айында 30%-ға төмендеді деп тұр ғой, 30%-ын тауып алайық. 200-ді 100-ге бөліп 30-ға көбейтеміз. Сонда бізде 60 теңге шығады. Төмендеді десе, біз 200-ден 60-ды азайтамыз. 140 болады. Енді бұл маусым айында. Енді маусым айында 3 килограмм картоптың бағасын табу үшін 140-ты 3-ке көбейтемін. 420 теңге. Енді айырмашылық табу үшін 600 теңгеден 420-ны азайтамын. 180 теңге. Бұл айырмашылық. Так, енді келесі 7-ші есеп. Алдыңғы есепке ұқсас есеп құрастыр дейді. Алдыңғы есепке ұқсас та былай ұқсас қылып шығарсақ болады. Мысалы, пияздың бағасы мысал ретінде алып отырмын, 300 теңге болсын. Ол мысалы шілде айында болсын. Енді ол тамыз айында белгісіз, бірақ 3% қымбаттады. Наған қарағанда. Енді бізге шешуін табу керек. Шешуі 300-дің 3%-ын тауып аламыз. 100-ге бөліп 3-ке көбейтеміз. 9 болды ма? Сонда 300-ге қосамын 9-ды тең 309 теңге болады. Жауабы 309 теңге болды. Келесі 9-ші есеп. Сейфті 1, 2 және 8 цифрларының көмегімен ашуға болады. 8-ден үлкен жұп сан. Және осы кодты ата. Номер 9.
бұл бізде 800-ден үлкен жұп сан болса 8 бірінші тұрады. Және одан кейін мысалы 821 болса, бұл уже тақсан болып кетеді. Сол үшін 812 деп аламыз. Бұл жұп сан. Номер 8-ші есеп қалып қойыпты. Номер 8. Тәжірибе учаскесінде тіктұртбұрышты пішінді жердің учаскесінің ұзындығы 36 метр, ені 20 метр. Егер оның ұзындығын бірінші жер учаскесінің ұзындығына 6 метр кем болса, онда ауданы дәл осындай екінші жер учаскесінің ені қанша болады? Так, біріншісінің ұзындығы 36-да 20, екіншісінің ұзындығы 6-ға кем болса 30 болады, және ені белгісіз. Біріншісінің ауданын тауып алуымыз керек. Ол үшін ауданның формуласы қалай еді? Ұзындығы мен ені көбейтеміз. 36 мен 20-ны көбейтемін. Сонда бізде неше шығады? 36 мен 20-ны көбейтсем 720 шығады. Енді 36-дан 6-ны азайтсам 30 метр шығады. Солай ма? Енді енін табу үшін 720-ны 30-ға бөлемін. 24 болады. Сонда жауабы ені 24 метр. Тең. Номер 10-ші есеп. Теледидар 96 мың теңге 3% жеңілдіктен және жаңа бағасын тап. Так, теледидар. О баста қанша болды? 96 мың теңге. Және жаңа бағасы 3% жеңілдік. 100-ге бөлемін, 3-ге көбейтемін. 2880 теңге. Енді ескі бағасынан 2880 теңгені азайтамын. Сонда 93120 болады. Келесі тоңазытқыш. 123 мың. 100-ге бөліп 3-ге көбейтем. Сонда бізде 3690 болады. 123 мыңнан 3690 азайтсам 119310 болады. Жаңа бағасы осыған тең. Мынаның жаңа бағасы мынаған тең. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.